Үшінші мысалды қарастырайық енді. А 9-шы мүшесін екінші мүшеге бөлінгенде 5-ке тең дейді. А 13-ші мүшесін 6-ға бөлгенде 2-ке тең болады, және қалдығы 5-ке тең болады. Енді бұны жүйе түрінде жазайық. Яғни бізге берілгені арифметикалық прогрессия. А 9-шы мүшесін А 2-ші мүшесіне бөлеміз. Яғни 5-ке тең болады. Енді мынандай түрде жазамыз. А 13-ші мүшесін 6-ші мүшеге бөлінгенде 2-ке тең болады. Яғни 2 6 плюс 5. Қараңыздар, бұл жерде А 13-ші мүшесін табу үшін А 6-ны 2-ке көбейтіп 5-ке қосу керек. Сонда осы формула бізге өте тиімді болады. Енді бұл формуланы теңдеулер жүйесін мына бізге өзімізге белгілі формуламен ашып жинақтаймыз. А9-ды ашатын болсақ, бұл мынандай түрге келеді. А9 тең 5 А2. Көбейт жүреміз теңдіктің екінші бетіне. А13 тең 2 А6 плюс 5. Енді формула бойынша өрнектерді ашып жазамыз. 9-шы мүшесі А1 қосылған 8D тең 5 көбейтілген 2-ші мүшесі А1 қосылған D. А13-ші мүшесі А1 қосылған 12D тең 2 көбейтілген 6-ші мүшесі А1 қосылған 5D плюс 5. Өрнекті ықшамдайтын болсақ енді, сонда мынандай өрнек келіп шығады бізге. Төрт А1 тең 3D, А1 тең 2D минус 5. Яғни бірінші теңдеудегі А1-дің орнына екінші теңдеудегі А1-дің өрнегін алып барып қоятын болсақ, сонда мынандай өрнек шығады. 2D минус 5 тең 3D. Яғни бұл тек D-ға қатысты теңдеу болады. Сонда бұны ашатын болсақ, 8D минус 20 тең 3D. Бұл жерден D тең 4 шығады. D тең 4. Осы D-ның мәнін алып барып, теңдеулер жүйесін екінші теңдеуге апарып қойсақ, ол жерден А1 тең 1 болады. А1 тең 1. Жоқ. А1 тең 3 екен. Кешіресіздер. Сонда жауабы айырмасы 4-ке тең, бірінші мүшесі 3-ке тең.